Ассалаумағалейкум құрметті достар. Мемлекеттік сатып алу порталында жосықсыз қатысушыларды, яғни ұтып алып тауарды әкелмеген жағдайда немесе жұмыстарды, қызметтерді уақытында атқармаған жағдайда сотқа беру керек болып жатады. Ол үшін біздер мемлекеттік сатып алу порталына кіреміз. Міне рабочий кабинет, личные данные, профиль участника және внешний сервис. Осы внешний сервистен біздер судебный кабинет Верховного суда дегенді тауып алып, соған кіретін боламыз. Яғни сотқа беру үшін міндетті түрде госсапқа кіріп, внешний сервис суд KZ-ге кірудің қажеті жоқ. Яғни Google-ға теріп, офис суд KZ порталына кіруіңізге болады. Бірден сол жақтан да беруге болады. Мен судебный кабинетті тауып алып, осыған басамыз. Басқан кезде бұған директорның ЭЦП кілті қажет. Мен көп жағдайда директормен беремін. Секретармен де беруге болатын шығар. Бірақ директормен беремін. Ал егер директор сізге сотқа қатысуға доверенность жазып берсе, сіздің атыңыздан да беруге болады. Яғни секретар ретінде, член комиссия ретінде қатыса бересіз. Ең басты сізге доверенность керек сотқа қатысу үшін. Және де иски заявлениені Word түрінде жазып, осында тіркейсіздер. Міне судебный кабинет ашылды. Міне регистр жасауға болады. Егер бұрын соңды тіркелген болсаңыздар, бин мен пароль жазып тіркелуіңіз болады. Мен көп жағдайда ЭЦП мен кіретін болам. Войти с помощью QR кодпен кіруге болады. Войти по ЭЦП мен кіремін көп жағдайда. Маған солай тиімді. Міне егер кілттерің жоқ болса, получить ЭЦП, регистр жасауға болады. Сотқа берген жағдайда заявление толтырасыздар. Word және PDF варианттары бекітілген. Және сотқа кім қатысады, сол адамның доверенності қажет. Толық доверенность менде бар, жалпы маған жазсаңыздар беретін болам қазақша түрін. Және де мемлекеттік органның жарғысы, немесе ТО, ИП-лардың жарғысы, мемлекеттік органның директордың тағайындалу приказы, сотқа қатысушының приказы және оған жазылған доверенності. Доверенность ол директормен бекітіліп, печат қойылса жеткілікті. Және де договордың көшірмесі PDF вариантта көшіріп аласыздар. Егер казначейде тіркелген болса, казначейде тіркелген уведомление, және де поставщикке жазған хаттарыңыз, госсактың ішінде жазған, согласованияның ішінде жазған хаттарыңыз барлығын скриншот жасап, скриншот жасауды білетін шығарсыздар, яғни Word-қа түсіріп. Міне біздер қазір вход по ЭЦП басып жатырмыз. NCLR бәрі дұрыс қондырылған болса, вход по ЭЦП басып, выбрать сертификат басамыз. Яғни бұл қай кілтпен бересіз сотқа, мүмкін өзіңіздің атыңыздан, директордың атыңыздан, соны таңдайсыздар міндетті түрде. Сотқа берген жағдайда құжаттар толық болу керек, нақты болу керек. Және де кейбір жағдайларда договорларды шығарып алып сканерлеген кезде соны копия верна, яғни көшірме дұрыс деген қол қойып, директормен печат жасып апаруға да болады. Негізі соны кейбір жағдайда талап етеді. Қазір көп жағдайда сот отырысы электронды түрде. Договордың ішінен договорды көшіріп аласыздар. Егер сізде ценовой, конкурсный приложение, басқа да сатып алулар болса, сол ценовойдың қалай ойнатылғаны, итог шыққаны, протоколы бәрін салатын боласыздар. Біздер міне қазір сертификатты қарап жатырмыз. Қарасаңыздар, менде бірнеше адамның сертификат кілттері бар, яғни ИП жабу, біреулердің ТО-сының отчеты, ИП-сының отчеты, басқа да заказчиктердің, поставщиктердің ИП-лары, кілттері, ЭЦП-лар барлығы жеткілікті. Қарасаңыздар, көп жағдайда жабылған ИП адамдардікін өшіріп тастауға тырысамын, себебі қаптап кетеді. Жұмыс жасайтын адамдардың осылай қалдырамыз. Мына жерден кілт тауып алуға болады. Кілтті кіммен бересіз, мысалға өзіңіздің атыңыздан, директордың атыңыздан осылай қарап
кіретін боласыздар. Кілтпен кірген кезде міндетті түрде аутпен кіресіздер. Және паролін ұмытып қалмаңыздар. Паролін шрифтті ағылшынға қойып, ағылшын тілінде теретін боласыздар. Осы жерге тергеннен кейін көзді басып, паролдің дұрыс еместігін көз жеткізуге болады. Дұрыс болғаннан кейін открыть батырмасын басасыздар. Сол кезде кілт астыға шығады өзінің данныйлары. Көз батырмасын басып, паролдің дұрыстығына көз жеткіздік. Судебный кабинетке кіргеннен кейін осындай сіздерге уведомление, яғни хабарламалар көп келетін болады. Бұрын соңды сотқа қатысқан хабарламалар, немесе соттағы бір өзгерістер, бір хабарламалар келе беретін болады. Бұрынғы отырыстардағы мысалға ваше заявление принято дейді, яғни қабылданды. Осындай приказ бойынша. Бұл яғни осы уақытқа дейін берілген заявление болу қажет. Соған решение шыққан, мысалы принято 592 решение деп, судья осындай барлығы анық көрсетілген. Бұл яғни осы уақытқа дейін берілген заявление болу қажет. Соған решение шыққан, мысалы принято 592 решение деп, судья осындай барлығы анық көрсетілген.